Musa пайғамбар және тақуа кісі. Күндердің күнінде Исраил қауымы Musa алейхиссалам пайғамбардың айналасына жиналып, оның айтқан уағызын ойып тыңдайды. Отырыс аяқталғаннан кейін бір адам орнынан тұрып: "Уа Musa, сенің әрбір айтқан сөздерің өте жағымды, әрі ақылға қонымды. Осы жер бетінде сенен артық білгір адам бар ма?" деп таңданады. Сонда Musa алейхиссалам пайғамбар: "Жоқ, әрине, жер бетінде ең білгір адам менмін" дейді. Содан кейін жаратқан Жаббар Musa алейхиссалам пайғамбарға бұлай айтқаны үшін ескерту жасап: "Жер бетінде сенен де білгір адам бар, ол теңіздің жағасында тұратын тақуа кісі. Ендеше соның жанына барып біраз білмегеніңді үйрен" деп Аллах Тағала пайғамбарға бұйрық береді. Содан не керек, Musa алейхиссалам пайғамбар айтқанына өкініп, ендігі жерде жолға шығуға қамданады. Теңіздің жағасына жетіп, әлгі білгір тақуа кісіні тауып алдына келеді. Сөйтсе оның жүзі нұр шашып тұрғандай еді. Пайғамбар қасына жақындап: "Егер рұқсат берсеңіз, мен сіздің жаныңызда бірнеше уақыт болсам деп едім. Сізден білмеген нәрселерімді үйренсем деген ниетім бар" дейді. Сонда әлгі тақуа кісі: "Егер менің қасымда болғың келсе, онда саған үлкен сабырлық қажет болады. Сосын менің әрбір жасаған әрекетіме қарап сұрақ қоя берме. Кейін реті келгенде өзім бәрін түсіндіріп беремін" дейді. Musa алейхиссалам пайғамбар сөзсіз келісіп, оның жанында үнсіз жүруге уәдесін береді. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Шамал уақыттан кейін теңіздің жағасына бір кеме келеді. Әлгі тақуа кісі сапарға шығуға қамданып, кемеге мінуге рұқсат сұрайды. Олар келісіп рұқсатын береді. Екеуі кемеге мініп жолға шығады. Бір шама уақыттан кейін тақуа кісі кеменің жанын балтамен ұрып тесе бастайды. Мұны көрген Musa алейхиссалам пайғамбар таң қалып: "Сен не жасап жатырсың? Олар бізге жақсылық жасап кемесіне мінгізді емес пе? Оларға айтқан алғысың осы ма? Бұның не?" дейді. Тақуа кісі орнынан тұрып: "Сен маған сабыр етемін және артық сұрақтар қоймаймын деген сөзің қайда?" дейді. Musa алейхиссалам пайғамбар болса кешірім сұрап қоя береді. Біраз уақыттан кейін кеме жағаға жетіп, ішіндегі адамдар бір елді мекенге келеді. Тақуа кісі ауылды аралап, көшеде балалар ойнап жатқан жерге барып, бір баланы шақырып, оның мойнынан қысып өлтіріп қояды. Мұны көрген Musa алейхиссалам пайғамбар таң қалып: "Сен не істеп жатсың? Бейкүнә баланы өлтіргенің қалай?" деп таңданады. Сонда тақуа кісі: "Сен менің қасымда сабыр ете алмайды екенсің. Бұдан бұлай қосымша сұрақ қойып сабырсыздық танытатын болсаң, екеуміздің жолымыз бөлінеді. Ары қарай мен жеке өзім кетемін" дейді. Musa алейхиссалам пайғамбар болса тағы кешірім сұрап өз әрекетіне өкінеді. Ертесіне ол екеуі көшеге шығып ауылды аралайды. Сосын тақуа кісі бір қираған қабырғаны көріп, білегін тұрып, оны өз қолымен қайта қалап шығады. Мұны көрген Musa алейхиссалам пайғамбар: "Сен мына қабырғаны ешқандай ақсыз және себепсіз неге қалап шықтың?" деп сұрақ қояды. Сонда тақуа кісі: "Ей Musa, сен мен басында айтқандай сабыр ете алмайтын адам болып шықтың. Сұрағың да көп екен. Бұдан бұлай екеуміз екі бөлінетін боламыз. Алдымен мен бұған дейін жасаған әрекетімді саған түсіндірейін." Екеуміз сапарға шыққан әлгі кеме ол жергілікті қарапайым шаруа халықтың кемесі болатын. Оны сол елдің патшасы олардан күшпен тартып алған еді. Егер кемеде бір тесік байқалып жарамсыз болса, онда ол қара халыққа қайтарылады. Себебі патша тек айыбы жоқ кемелерді ғана қажет етеді. Сондықтан мен кеме қара халыққа қайтсын деп оны жарамсыз еттім. Ал әлгі кішкентай мен өлтірген балаға келер болсам, оның өте тақуа ата-анасы бар еді. Баланың өзі болашақта пасық, залым, өте нашар адам болып өсіп, ата-анасын құрдымға кетіретін кісіге айналады. Жаратқан Жаббар оны өлтіріп, оның орнына әлгі тақуа ата-анаға игі ұрпақты нәсіп ететінін білдім. Сол үшін мен ол ата-ананың өмірін азапқа айналмай тұрып, баланы өлтірдім. Ал мынау қираған қабырғаға келер болсақ,
Бұл қабырға ата-анасынан айырылған екі жетімнің мүлкі. Оның астында ата-анасы балаларына үлкен қазына сақтап кеткен еді. Мен бұл қабырғаны тұрғызып, балалар өскенше онда қазына жасырғанын ешкім білмесе екен дедім. Осылайша мен бұл әрекетімнің барлығын тек Аллахтың қалауымен ғана жасадым. Жаратқан Жаббардың маған берген білімі осы. Тек мұны меңгеру үшін үлкен сабырлық пен төзімділік керек деген екен. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا